Енді бұның бір қызығын қараңыздар. Пайғамбар саллаллаху алейхи жіберілгенге дейін сол қоғамда адамгершілік тұрғысынан ең кемел, мол тұлға ол пайғамбар саллаллаху алейхи болатын. Осыны бүкіл меккеліктер мойындайтын. Қараңыздар. Сол заманда пайғамбарлық келмей тұрған кезде іштеріндегі ең сенімді кім десе, барлығы бір ауыздан Мұхаммед, Абдулланың ұлы саллаллаху алейхи вассалам. Ең шыншыл кім? Мұхаммед. Ең жомарт кім? Мұхаммед. Ең бәріне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Енді жаңағы қоғамдық сана сезіміне қарсы келетін нәрсені сөйлеп қабет, ақиқат. Сен жындысың, сөз өзгеріп кетті мүлде. Соқтан кейде сіздің қасыңыздағы бір досыңыз да сол көңіліңіздің қалауы үшін дос болып жүрген екеуі білмейді да. Мысалы бір екі